Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кереметтей нәп-нәзік радуга салатын әзірлейтін боламыз. Видеома лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта осындай кереметтей түрлі рецепттерімді жіберіп алмаш. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен огурцыйымызды, яғни қиярымыздың екі шетін кесіп алып тастап, соломка етіп, ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Дастарханға ұсынар кезде осылай тарелкаға салып ұсынсаңыздар болады, өте әдемі көрінеді. Алдын ала қайнатылған тауық етін ұзынша етіп, яғни соломка етіп турап шығатын боламыз. Тарелкамызға шетінен кезек-кезек салып тұратын боламыз. Кукурузамыз саламыз. Алдын ала қайнатылған жұмыртқамызды соломка етіп ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Енді колбасамызды, яғни шұжығымызды тураймыз. Мен ұзынша соломка етіп турап шықтым. Тарелкамызға саламыз. Салатымыздың ортасына майонезімізді саламыз. Енді вилканың көмегімен майонезбен бірге жақсылап араластыратын боламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, комментарийға осы видеоға қатысты өз пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ фуд ас болсын.